Арма, бәріне сәлем достар, жұрттың баласы сіздермен. Бүгінгіміз ең жаман Назарбаев фильмінің түзуші ұлы, елбасы жолы Астана, немесе былай десем болады, елбасы жолы Нұр-Сұлтан. Айтылатын фильмнен мағынасызрағын өмірімде көрмеппін. Бұны саяси драма деу обал болатын шығар астыпыр Аллах. Айта кетейін, бұл енді 6-шы Нұрсұлтан Назарбаев фильмі, яғни ендіге ұлы ұлт көшбасшы жайында 6 фильм түсіріліп қойғанын түсінесіздер ғой. Сонымен қатар өзі әлі тірі де, саясаттан ешқайда кетпеген де. Егер бұлар деректі фильм болсайды жарар еді, бірақ жоқ, бәрі де көркем фильм. Негізі астанамыздың аты оның құрметіне беріліп қойғанда бұл жағдайға таңғыл оғаш болар еді. Нұр-Сұлтан. Тұңғыш фильмнің аты балалық шағымның аспаны, мемлекеттік бірлігінің негізін салған атамыздың естеліктері бойынша түсірілген. Фильм Назарбаевтың балалық шағын суреттейді. Бюджеті миллиардтай теңге. Келесі фильмдер Отты өзен және Теміртау, Назарбаевтың студенттік шағы, бюджеттері белгісіз. 4-ші фильм тығырықтан жол тапқан. Кеңес одағындағы саяси мансабының басталуы туралы. Бюджеттен 900 миллион теңге жұмсалыпты. Осы ұлы дәуірнаманың 5-ші бөлімі жұлдыздар жол тапқанда. Бұл әсемдікке де 1 миллиард 200 миллион теңге ұсталыпты. Міне, бұл тарихи ақмақтықтың 6-шы бөлімі де елбасы жолы Астана. Бүгін біз соны айтушы боламыз. Назарларыңызға. 2 миллиард 300 миллион теңге. Бұның бәрі біздің еліміздің бюджетінен бөлініп отырады. Мақсаты бізге бір жолата осыны дәлелдеу. Нұрсұлтан Назарбаев бар заманның, бар халықтың ең керемет саясаткері. Өйткені бұндай миллиардтарды жұмсай, біз қазақстандықтар жаңа деңгейге шыға аламыз. Солай емес пе? Жасасын. Қазақ фильмнің алтын қоры. Мәдени мұра. Жай, айда шолуға. Жұрттың баласы. Мен достар саясат фильмдерін сүйемін. Оларда бәрі бар. Жанжалдар, шытырмандар, тергеулер. Саясат фильмдеріне сүйене, оның-бұның елдің саяси құрылысын біліп алуға болады. Әдетте саясат туралы фильм сені көру кезінде шиеленісушілікте ұстайды. Бірақ елбасы жолы Астана мен өмірімде көрген ең ішпыстырарлық фильм. Саясат тұрғысынан түгіл, баршада жанрлардан. Фильм бізге Астана кадрларын аттай минут бойы көрсететіндермен басталады. Тіпті көгершіндерді бізге түсіріпті, не үшін түсініксіз. Әр қарай бас кейіпкер баяндаушымен таныстырылатын екенбіз. Біз де қайтадан минут бойы жұмысқа жетіп жатқанына қараймыз. Міне мұнда мен үшін түсініксіз сәт басталады. Шын Назарбаев еліміздің менеджерлерінің төрлерінің айналысында отыр. Бәрін Астананың 20 жылдығымен құттықтап атыр. Елордамыз Астананың 20 жылдық мерейтойының қарсаңында кездесіп отырмыз. Сенің де сұрағын шығады. Бұл деректі фильм бе, шын оқиғаларға негізделген көркем фильм бе? Өйткені басында бізді екіншісін күтуге сендіріпті. Бас кейіпкер Назарбаевқа ойшан түрмен қарап, Астананы көшіру қаншама қиын болғанын еске түсіреді. Міне фильмнің кеңесшінің көзімен өтетін бұл өмірде өтіп кеткен ең ішпыстырарлық бөлігі басталады. Баяндаушының бас кейіпкер болуы мүмкін екенін сіздерге бекер айтпадым. Өйткені бас рөлге шақырылған Асқар Ильясов жастық шағын ойнайды. Сценарийді оқымайық, ішіндегісін білмейік, келісімге қол қойдым. Бас рөлін мен алдым, жанағы мынандай, бәрі зор күшті дегендей. Бұны House of Cards тағыда етіп жасармыз деп. Алайда фильмді қарағанда, бас кейіпкер дегенді түсінеден қарқылдай бастайсың. Асқар Ильясовтың кейіпкерінің бүкіл фильм ішінде небәрі 5 репликасы бар. Қалған уақыттарында ол ойшан көзін тастап, бірдемелерді жазып алады, вағайри. Әйтеуір шілденің 6-сында 1994 жылы Алматыға Назарбаев депутат ретінде келіп жетеді. Астананы көшіру жөнінде мәселе қою үшін. Жалпы көңілге қалай? Біз дайынбыз. Бірақ депутаттар қалай қабылдайтыны белгісіз болып тұр. Депутаттар қалай қабылдайтынына белгісіз болып тұр. Қаншама күлкілі келеді, біздің де қиындықты кезеңімізде. Бірақ депутаттар қалай қабылдайтыны белгісіз болып тұр. Бәлкім олар менің туған күніме сыйлық жасайтын шығар, Туған күні сыйлығы, расымен де, шын оқиғаларға негізделген. Төркіні сол, әр қарай бұл туралы депутат және Назарбаевтың зайыбы сөйлей бастайды. Қане сыйлық жасайық. Демек туған күніне сыйлық жасапсыздар. Ой пәлі, бұл шынайылыққа базар жоқ. Енді саясатымыздың міне сол жағын көрсеткендеріңіз қошеметке лайық. Фильмде атағы өшпес депутаттар наразылана бастайды және ұсынысқа ашықтан ашық ыржандайды.
Дағдарысты нағыз қызған кезінде ме? Бұл аса байыпты мәселе. Оқытушылар, дәрігерлер еңбек ақыларын жеткілікті алмай тұр. Бірақ осы барлық абдырауға қарамастан, яғни режиссер бізге қандайды бір шиеленісті көрсетуге тырысады, көпшілік жақтай дауыс береді. Жалғыз кемшілігі енем Ақмолада. Ол парламентте бір шайқас барын көрсеткендерінің не қисыны бар десеңіздерші. Бұл фильмнің айдық кемшілігі осы. Сценаристер мен режиссер бұл фильмде шиеленісушілік ахуалын құруға тырысады. Мынандай астананы көшіру мүмкін емес дегендей, бүйтіп қандайды бір жанжалды жасап, бірақ бұл іске титтейді аспай тұр. Саясаткерлер қарсы бірдеме айтуға тырысады. Қолынан түк те келмейді. Бұл саяси мансабының қолауы болады. Назарбаевтың әйелі Сара. Нұрсұлтан, Астананың ауыстырылуын кейінге қалдырса болмай ма? Көпшіліктің пікіріне құлақ асқаның жөн. Құрылыстағы құрылысшы да айтады. Елорданың көшірілмегені дұрыс шығар сірә. Қаншама қаржыны бұл жерге жұмсаймыз да, зауыттар істемей тұр, адамдар ақшасыз, ақысыз отыр, базарда сауда жасап отыр. Тіпті Борис Ельцин оны бұл шаруадан айнытуға тырысады. Тыңдашы, сен Ақмолаға көшіп, не қыласың? Бұл жердің жөні түзу. Бұның зор қауіп екен. Сен үшін уайымдағаным ғой. Ылғи бірдемені шығарасың-ау, Нұрсұлтан, а? Ал Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өмірде өтіп кеткен ең үздік саясаткер, бәріне ақылды сөздермен түсіндіреді. Көшіру керек, өйткені ол солай сезеді. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы мекендеген өлкесі бол. Суықтып ешкім шағымданған жоқ. Біздің туған жеріміздің климаты. Бітті, барша фильм осы жайлы. Нұрсұлтан Әбішұлы, көшіру мүмкін емес, кейінге қалдырайық па? Жоқ, болмас. Бәлкім ата-бабамыз бір кездері сөйткен, бүйткен, өйткен, қане көшірек. Болды, бүкіл фильм сол туралы. Фильмнің қалған уақытында Назарбаев Ақмолаға ұшады. Көлікпен жүретін жиналыстарда отыратын және құрылыстарға келетін бітпес кадрлар. Саясаткерлер мәселелерді айтады, алдана ұлы Назарбаев болса бәріне жөн сілтейді. Негізі, шын айтылса, бұл жерде зады қалай бірдеме салуға болатынын онша түсінбей отырмын. Айнала батпақ, әлгі қамыс. Андрей Георгиевич, илану керек, онда бәрі іске асады. Және бұл фильмнің боқ деген жағдай не, білесіздер ме? Бүкіл фильмнің 30% ол замандағы архивтік кадрлар. Міне Назарбаев депутаттар алдында сөз сөйлейді. Және парламентті камераға түсіру орнына біз болып жатқандарға нанайық деп жалқаулар жай ғана архивтік бейне жазбашықтарды тығып қоя салыпты. Міне архивтік Назарбаев кадрына ауысады. Міне ол ғарышкер Мұсабаевпен сөйлесіп тұр. Бұндай кадрларда қыруар. Бастысы әлі алда. Әрине. Государство встречали премьер-министр Нурлан Балгембаев, члены правительства, представители... Президент Республики Казахстан господин Нурсултан Назарбаев. Қазақстан мен Қытай шекарасы бойынша барша даулы мәселелер шешілген. Бұл киноның ойлап табушысы соны түсінбейтін сияқты. Сен шын Назарбаевты әр 5 минут сайын көрсеткенде, және қалған уақыттарында актерді көргенінде, сен мұны актерға ендігәрі сенбейсің, оны Назарбаев ретінде қабылдамайсың, оны актер ретінде қабылдайсың. Фильмге бату енді құрып кетеді, бар ғой жоққа шығады. Барлық саяси фильмдер мен өмірбаяндық фильмдер басқаша түсіріледі. Мысалы, Дик Чейни туралы Вайс фильмі, ақш-ның ең ықпалды президенті орынбасары туралы. Шын жүзін бізге тек титрлар кезінде көрсетеді. Немесе Фредди Меркьюри туралы Bohemian Rhapsody фильмі. Өндірушілері де концертті түсіру орнына архивтік видеоларды ала алар еді, бірақ бұл олай іске аспайды. Әр секунд актердің орнына шын Назарбаевты көргенінде болып жатқандарға оқиғаларға сенбей бастайсың. Мен айтып қойғандай, бюджеті 2 миллиард 300 миллион теңге. Тиын суын қайда кеткен? Бұтағыма не боғын езуге? Фильмнің 30% архивтік кадрлардан турама түге. Тиын суынды тағы айтсақ, мына кемшілікті газет анимациясына қараңыздаршы. Соны After Effects'те кез келген мектеп оқушысы істей алады. Немесе бізге РЕН-ТВ-дегі арзан деректі фильмдердегідей оқиғалар хронологиясы көрсетілгенде. Where did the money go? Мәдениет министрлігі тиын суын қайда? Жарайды, жақсы бір фильм үшін жанжал, және бұл жанжалды дамытатын антагонист керек.
Елбасы жолында бұл рөл үшін Әкежан Қажыгелдин, еліміздің бұрынғы премьер-министрі табылады. Қажыгелдин расымен оппозицияға кеткен, елден қуылған және оған 10 жыл бас бостандығынан айырылуға сырттай үкім шығарылған. Ол саяси қашқын деп танылыпты. Бірақ фильмде оны соншама ақымақта етіп көрсетеді, жаңағы жұмысты артына қыстыртпайтындай, Назарбаевтың беделін түсіріп, сөйтіп билікті тартып алуға тырысатындай. Бұл көшіру жалпы бүкіл басқасы. Экономиканы бір жолата аушыратады. Жуырда бәрі күйрейді. Бұл біз үшін жақсы. Бұл біз үшін орайымыз. Бұл оппозициялық антагонистік сызыққа экран вақтының небәрі 5-ақ минуты бөлінеді. 5 минут ағайын. Қажыгелдиннің жамандығына да сенбейсің, өйткені ол бір сәтте жай ғана жоқ болады. Жаңа министр қойылады, сол жоқ болады. Бітті. Тіпті осы сызықты да олар жоғалтып алды. Сценаристер болса House of Cards стиліндегі бір драманы емексітіпті, дәмелендіріпті. House of Cards'та ақышының бүкіл саяси жүйесін біліп аласың. Бас кейіпкерді онды етіп көрсетпейді, саған оның жаман жақтарын да көрсетеді. Сөйтіп, ой азығы беріледі. Оны жақсы көретін боласың ба, жек көретін боласың ба? Өмірбаяндық фильмдерде осылайша жасалады. Елбасы жолы Астанада болса, Назарбаев аз қалсын бір сияқтымыз, бәрін тура жолға сілтейтін дана гөйдей. Бүкіл адамзаттың үміт сәулесіндей, әлемнің құтқару жеңімпазындай. Міне, көруден осындай әсерін қалады. Бұның қай жерінде саяси драма бола алады? Қайдағы интрига? Егер сізге 1,5 сағатқа созылатын шын үкімет отырысы қосылған болса, сіз бірде-бір айырманы байқамас едіңіз. Бұның бәрі соншама ақаулы көрінеді. Білесіздер ғой, Назарбаев шын өмірде әзіл айтқанда, ол әзіл тіпті күлдіргі болмаса да, бәрі ыржандайды. Ха-ха-ха-ха, бұл өмірде өтіп кеткен ең жақсы әзіл еді. Әйелге ұнап қалайын десен, дәреке, ол сұлу болса, оны ақылды де. Онша жақсы көрінбесе, сұлу де. Не ол, не сол жарамаса, соны айт. Қаншама арықтапсың. Если не то, и другой проходит, скажи, как ты похудела? Бұндай әзіл оспақ фильмнің ішінде де бар. Кому какой сосед попался? У меня министр внутренних дел. Вот повезло. Будет тебя охранять. А утром воды не было. Умывался минералкой из бутылки. А я-то думаю, почему у тебя лицо такое свежее? Морщины разгладились. Ха-ха-ха-ха, құдайым-ай, қаншама күлкілі, қаншама күлдіргі. Бұл шынымен ең жақсы комедия. Дәл Нұртас Адамбаев сияқты, қарасам бұл бір комедиялық саяси драма екен. Фильмнің соңында камера баяндаушыдан жатық кетеді, және біз президент мәжілісіне қайтамыз. Тоқаев те ол кезде әлі президент болмай, өз фирмалық жолымен Назарбаевты мақтайды. Астанамыздың мерейтойымен дәл сізді құттықтауға тиіспіз. Астананы салуға қатысты мақтау сізге тиесілі. Ей азаматсал, солай емес пе? Біз сүйген екінші президент міне шын оқиғаларға негізделген деп осыны айт. Бұл фильмнің көрермендер үшін қай мәдени маңызы бар? Ешбірі жоқ. Шығармашылық құраушысы ше, көтімнің күлкісін келтірмеңіздерші. Бұл бар болғаны басқа фильмдер еске алынбаса, бір адамның көңілін толтыру үшін жұмсалған 2 миллиард 300 миллион теңге. Бірақ студияның басшылары әрине басқа нәрсені айтады. Дүние жүзінде бренд пен маңызды тұлға онша көп емес жаңағы. Мәселен, Гагаринді қамтып алсақ болады, себебі Байқоңырдан ұшатын еді. Жаңағы Абай бар. Міне, меніңше лайықты орын алатын адам ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, өйткені аты бренд ретінде, кісі ретінде шығарылыпты. Біздің мәдениетімізді көтеруі керек. Қазақ фильм студиясы осы дәуірнамамен 6 жыл бойы айналысушы еді. Назарларыңызға. Соны және түсінбей тұрмын. Міне, Назарбаев елдегі ең маңызды, ең әйгілі адам. Онда неге расымен бір қызықты әрі көрілетін фильм түсірмеске? Ішінде де интрига, ішінде антагонист бар. Өйткені олар жеткілікті. Неге солай істелмесін? Опырай, Нұрсұлтан Назарбаев өзі ешқашан фильм көрмеуші ме еді? Және оның ойынша елбасы жолы, өмірі жайлы, сапалы топтама ма? Ең дықтысы бұл тырнақшалардағы жауһарды түсірген Ақан Сатаев. Ол бізге аңызға айналған ракеттерді, күшті бизнесмендер таспасын және жаман емес адасқандарды сыйлаған.
Ондай насихаттық сапасыз боқты түсіру масқара ғой, оған қоса оған ешкім дерлік те бармапты. Бәсе, оған патриоттық рухтарын көтеру үшін барғызылған мектеп оқушылары мен студенттер еске алынбаса. Адам шынымен де жылдар бойы арттырған өз беделіне менсінбейтін бола ала ма соншалықты? Қандайды бір билік үшін, мүмкін ақша үшін. Соны мен түсінбей жатырмын, достар. Астананы басқа қалаға көшіру кезінде қызықты оқиғалар бар еді деп сенімдімін. Өйткені барлық министрліктер мен шенеуніктер көшуі керек. Бірақ еліктіргіш, жарайды, еліктіргіш емес. Жай ғана көрілетін фильм орнына бітпейтін отырыстарды, көшелерді, ұшақпен көшелерді, мағынасыз монтаны диалогтарды және әлгі кездердің архивтік видеоларды алдық. Бұл фильмді көру үшін өмірлеріңіздің 1,5 сағатын жұмсамаңыздар. Бұны орындарыңызға мен істедім және іш пысуынан өле жаздаппын. Көргендеріңіз үшін рахмет. Мұрат сіздер менеді. Арнама жазылыңыздар. Міндетті түрде қоңырауды басыңыздар. Инстаграм парақшама жазылыңыздар. Бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Саулықтарыңыз жақсы деп үміттенемін. Өзіңізге де, жақыныңызға да сақ болыңыздар. Аман болыңыздар.